Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін бізде математика 4-ші сынып 64-ші сабақ өнімділік. Бірінші тапсырма кәсіби мереке демалыс күні болып есептелмейді, бірақ достарыңды, таныстарың мен туыстарыңды құттықтауға болады. Шамалардың бірдей мәнін тап, сонда сен мына мамандық иелерінің өз мерекелерін қай күні атап өтетіндіктерін білетін боласың. Бізде 169 сағат тең 169 бөлу 24. 7 бір қалдық, 7 тәулік 1 сағат. Геологтер күні сәуірдің алғашқы жексенбісі. 800 минутымыз 800-ді бөлеміз 60-қа, 13 сағат 20 минут. Полиция күні 23 маусым. 385 секунд, 385-ді бөлеміз 60-қа, 6 минут 25 секунд. Кеншілер күні тамыздың соңғы жексенбісі. 607 секунд, 607-ні бөлеміз 60-қа, 10 минут 7 секунд. Мұғалімдер күні қазанның алғашқы жексенбісі екен. Екінші тапсырма, есепті шығару жоспарын қарастыр, оны шығар. Екі баспахана 1200 кітап басып шығару қажет. Бірінші баспахана барлық кітапты 6 күнде, ал екінші 12 күнде басып шығарады. Екі баспахана бірлесіп жұмыс істегенде осы кітаптарды қанша күнде басып шығарады? Есепті шығару жоспары. Біріншісі, баспахананың өнімділігі қандай? Екіншісі, екінші баспахананың өнімділігі қандай? Бірлескен өнімділік қандай? Екі баспахана бірлесіп жұмыс істегенде барлық кітаптарды қанша күнде басып шығарады екен? Бірінші, жалпы кітап 1200 кітап, жұмысы. Бірінші баспахананың уақыты 6 күн, екіншісі 12 күн. Өнімділігі белгісіз екеуінің де. Ең бірінші біз бірінші баспахананың жаңағы өнімділігін тауып алуымыз керек. 1200-ден 6-ны бөлеміз, 200 кітап бір күн бір баспаханада. Екіншісінде күніне. Екіншісінде, яғни 1200-ді 12-ге бөлгенде 100 кітап. Екінші баспахана. Енді 200-ді қосамыз 100-ге 300 кітап. Бірлескен өнімділік, яғни екі баспахана қосылып күніне 300 кітап шығарады. Енді 1200-ді бөлеміз 300-ге. Сонда 4 күн. 4 күнде бірлесіп жұмыс істесе, барлық кітапты 4 күнде бітіреді екен. Үшінші есепті шығармас бұрын ережеге көңіл бөлейік. Бірлескен өнімділікті табу үшін екеуінің еңбек өнімділіктерін қосу керек. Яғни В1 қосамыз В2 тең В бірлестік. Бірлесіп еңбек еткен екі қатысушының жұмыс уақытын білу үшін орындалған жұмыс көлемін бірлескен өнімділікке бөлу қажет. Яғни уақыт тең жұмысты бөлеміз бірлескен өнімділікке. Бірлесіп орындаған жұмыстың көлемін білу үшін бірлескен өнімділікті жұмыс істеуге кеткен уақытқа көбейту керек. Яғни А тең В бірлестік көбейту уақыт. Сонда біздің есебіміз шығады екен. Бізде үшінші есеп, әрбір есепті шығару жоспарын құр және оларды шығар. Сен қандай формулаларды қолдандың? А. Шебер мен шәкірті 3 сағат бойы бөлшектер дайындады. Шебер сағатына 20 бөлшек, ал оның шәкірті дәл сондай уақытта шебердің жасаған жұмысының жартысын орындады. Осы уақыт ішінде олар бірлесіп қанша бөлшек дайындады? Яғни уақыты 3 сағат, шебер 20 бөлшек сағатына, шәкіртіне 2-ден 1 бөлігі 20 бөлшектің. Сонда екінші шәкіртінің жаңағы өнімділігін анықтауымыз керек. 20-ны бөлеміз 2-ге 10 бөлшек сағатына. Сосын бірлескен жұмыс, яғни шәкірті мен шебер күніне, яғни бірлесіп жұмыс жасаса 30 бөлшек сағатына, яғни сағатына жасайды екен. 30-ды 3-ке көбейтеміз, 90 бөлшек. Олар бірлесіп 90 бөлшек жасайды екен. Бізде төртінші есеп, кесте бойынша өрнек құр және жаз, олардың мәнін тап. Бізде қосылғыш 80 мың, қосылғыш 6 мың бөлу 5. Яғни бізде өрнек 80 мың қосамыз 6 мың бөлу 5-ті.
6000 бөлу 5-іміз бізде болады 1200. 1200-ді 80.000-ға қосқанда 81200 шығады екен. Дәл осы түрде қалған есептерді де жазамыз. 5-ші есеп, есепті шығар. Автокөлік жүргізушісі вокзалға жетуіне 1900 метр қалған кезде пойызға отырғызудың аяқталуына 2 минут бар еді. Бірінші минутта ол 54 км сағатына жылдамдықпен жүрді. Қалған арақашықтықты 1 минутта жүріп өтті. Ол қандай жылдамдықпен қозғалды? Жауабын километр сағатпен өрнекте. Яғни бізде автокөлік жүргізушісі вокзалға жетуіне 1900 метр қалған кезде, яғни S 1900 метр, Т1 1 минут, Т2 минут, В1 54 км сағатына жылдамдық. 54-ті көбейтеміз 1000 метрге, бөлеміз 60-қа. Яғни 900 метр минутына шығады екен. В2 белгісіз. Формула болады бізде S1 тең В көбейтілген Т, жылдамдықты уақытқа көбейтеміз. Бізде 900 метр бірінші минуттағы жаңағы арақашықтық. Т2 тең Т-дан азайтамыз Т1-ді. 2 азайтамыз 1 минут қалған. S2, S азайтамыз S1, 1900-дан 900 азайтамыз 1000 метр қалған. В2 табу үшін жылдамдықтан уақытты бөлеміз. 1000-ды бөлеміз 1-ге, 1000 метр минутына. 1000 метр минутты көбейтеміз 60-қа, бөлеміз 1000-ға. 60 км сағатына. Ол 60 км сағатына жылдамдықпен қозғалған екен. 6-шы есеп, есептеуді орындамай-ақ берілген мысалдарды олардың мәндерінің өсу ретімен жасауға бола ма? Осыған ұқсас тапсырма құрастырып, оны досыңа орындауға ұсын. Яғни бізде берілген 7451 қосылу 526, 7451 536, 7451 қосу 566, 7451 қосу 586. Яғни бізде есепті шығармай-ақ өсу ретімен жазаламыз. Яғни бізде қосылғыш, бірінші қосылғыш бізде барлығы бірдей сан, екінші қосылғышқа біз қарап жаңағы мәндерін анықтай аламыз. Ең кіші саннан бастап жазуымызға болады. 526, мұны біріншісі, екіншісі, үшіншісі, төртіншісі. Яғни бірінші қосылғыштар бірдей болғандықтан екінші қосылғыштарға қарап есептемей орындауға болады екен. 7-ші есеп, әр бағандағы бірінші өрнектің жауабын пайдаланып, оларды есепте. Бізде 56 көбейту 10 тең 560 шыққан. 56 көбейтеміз 9, 56 көбейту 10 азайтамыз 1. 56 көбейту 10 азайтамыз 56 көбейту 1 тең 560 азайтамыз 56. Болады бізде 504. Келесі 56-ны көбейтеміз 11-ге тең 56, жақшаның ішінде 10 қосу 1, 56 көбейтеміз 10, қосамыз 56 көбейтілген 1, 560 қосылған 56, 616 шығады екен. Дәл осы түрде 2 және 3-ші есептерді шығарамыз. 8-ші есеп, ойлан және жауап бер. Талғат, Берік, Қайрат үшеуінің әрқайсысы өздерінің әпкелерімен баққа алма жинауға барды. Әпкелерінің есімдері Сәния, Алуа және Толқын. Ұлдар өздерінің себеттерін тез алмаға толтырғаннан кейін әпкелеріне көмектесті, бірақ ешқайсысы өз әпкесіне көмектескен жоқ. Егер Берік Сәнияның себетіне бірнеше алма салғаны, ал Қайрат Сәния мен Толқынның себетіне бірнеше алма салғаны белгілі болса, онда ұлдардың әрқайсының әпкесінің есімін ата. Яғни, Қайраттың әпкесі бізде Алуа болады, Беріктің әпкесі Толқын, Талғаттың әпкесі Сәния болады екен. 9-шы есеп, есепті шығар. Зауыт күніне бірдей мөлшерде теледидар шығара отырып, 20 күн ішінде 50.800 теледидар жасап шығарды. Егер күніне 10 теледидар артық шығаратын болса, онда зауыт қараша айында қанша теледидар шығарады? Бізде уақытымыз 20 күн, жұмысымыз 50.800 теледидар, өнімділік белгісіз. Өнімділікті табу үшін біз жұмыстан уақытты бөлеміз. 50.800-ден бөлеміз 20-ны 2540 теледидар күніне.
В2, В1-ді қосамыз 10-ға. 2540-ті 10-ға қосамыз. 2550 теледидар күнне. Аны, яғни жұмысты табу үшін В2-ні көбейтеміз Т2-ге. 2500-ді көбейтеміз 30-ға. 76500 теледидар. Зауыт қараша айында 76500 теледидар шығарған екен.